Балалар әдебиетінің өкілі ретінде мен мына бір нәрсеге қайранмын. Балаларға арналған әңгіме немесе өлең, ал тақырыптар қандай? Ескі етік, жыртылған бәтеңке, ескі түстеуік. Неге бәрі ескі? Біз неге тақырып арқылы балаларды үркіту керекпіз, бала оқырмандарды? Ыбырай Алтынсарин әңгімесін қарайық. Асыл шөп, мейірімді бала, дүние қалай етсең табылады. Қараңыз, әке мен бала, бақша ағаштары, қисық ағаш деп тұрған жоқ, бақша ағаштары. Тіленші туралы әңгімесі, е? Қайыршы, тіленші деген атау қоймаған, дүние қалай етсең табылады дейді. Міне, осындай мағыналы, әуезді, естір құлаққа жағымды атауларды өз туындымызға тақырып етіп, бала оқырмандарды шақыра білейік. Сіз не дейсіз, оқырман? Жыртылған бәтеңке жайлы әңгіме оқығыңыз келе ме?